Сәлеметсіз бе, қадірлі көрермен? Асхана әлеміне қош келдіңіз. Мына келіп қалған жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл жаңа қадамдарға апарсын біздер, жаңа жеңістерге жеткізсін. Сол жаңа жыл дастарханына мен ойлаймын, әрбір қазақтың үйінде ет асылатын шығар деп. Сол себепті біздің үйде де бүгін міне жаңа жылдың алдында келіп қалған қонақтарға байланысты ет асылып жатыр. Бүгін де асамыз етті, ертең де асамыз. Құдай берекесінен ажыратпасын. Ет жегеннен біз шаршамаймыз. Оны түрлі варианттарда пісіреміз. Себебі қыста бізде соғымның еті көп. Қалай асып жесек те бізге жарасады. Қазақ еліне. Ендеше біз бастаймыз. Достармен бірге ет жейміз. Күтпеген жағдайда қонақтар кеп қалды, достарымыз. Соларға арнап ет асып жатырмын. Қазық, қарта, омыртқа, жілік деген сияқты еттерді алып, осылай бір бөлек құйрық май қостым. Қазанға салып қайната берейін дедім. Көбік шыққасын осылай ожаумен жақсылап көбігін алып тастадым. Көбігін алып болғанша қазанның астының отын баспаймын. Қатты қайнағанда осы көбік жақсы шығады. Көбігі әбден алынып болғаннан кейін осылай 300 мл суық су құйып жіберем. Ол қайтадан қайнайды, қайтадан ақ көбік шығады, оны да алып тастаймын. 1-2 ұсақ пияз болса салып жіберем, және 1-2 сәбіз салып жіберемін. Ол сорпаның мөлдір болуына және дәмі жақсы болуына әсер етеді. 1-1,5 сағат қайнағаннан кейін картошка да саламын. Қазы қарта етіміз пісті, түсіріп алдық. Ет пісіп қалдау дегенде мен оның тұздығын жасап қойдым. 1-2 пиязды турап. Картошка сәбізіміз де пісіп дайын тұр. Алдын ала қамырды иілеп, жайып, дайындап қойдым еттің қамырын. Жұқа жайылған қамырды 4 бұрышты, тік 4 бұрышты етіп бөліп, еттің сорпасына пісіретін боламыз. Міне қатты қайнап жатқан қазанымызға қамырымызды салып, 4-5 минуттай қайнатып, аларда бір ожау суық су құйып жіберіп, түсіріп алатын боламыз. Қамырымыз қайнап жатқанда етімізді турай береміз. Осылай бөліктерге бөліп алып, содан кейін одан да ұсақ бөліктерге бөліп, етті турап дайындап қоямыз. Қазыны да осылай әдемі бөліктерге ауызға сиятындай етіп, бөліп турап дайындап қоямыз. Еттің, қазы қартаның есі бұрқырап, тәбетіңді ашып, дастарханға жеткенше шыдамымыз таусылып барады. Қартаны да солай дөңгелек етіп турап қоямыз. Қамырымыз пісіп қалды. Қозғап жібереміз де 2 табаққа осы қамырды бөліп салып аламыз. Түсіру барысында суын сорғытып, қамырды әдемілеп түсіріп аламыз. Енді пияз қосылған тұздығын әдемілеп қамырдың бетіне құйып, қамырды ары-бері араластырып, түгел арасына сіңсін деп, жақсылап араластырып, қайтадан табақтың бетіне жайып орналастырамыз. Дайын болған 2 табақтың бетіне тура отырған еттерімізді осылай жайып, бөліп саламыз. Алдымен қара кесек еттерін салып аламыз. Әдемі туралған қазының дөңгелектерін осылай қара кесек етті айналдыра осылай саламыз.
Мен етті асып, пісіріп, 3 сағат қайнатып қадағаладым. Ендігі одан кейінгі істің бәрін менің қызым дайындап жатыр. Одан кейін қартаны да осылай дөңгелектеп қаракесек еттің айналасына әдемілеп саламыз. Тамақ жеп отырғанда қол жетімді болу керек. Қол созбай-ақ әркім өзінің алдынан қазы қарта тауып жеу керек. Ендігі кезекте картошка, сәбіз турап, оны да айналдыра дөңгелетіп табағымыздың шетіне сала береміз. Азғантай құйрық майымыз бар еді, оны ұмытып баратыр екенбіз. Оны да бөліп, осылай турап, кішкентай бөліктерге тураймыз да, 2 табақтың бетіне бөліп саламыз. Ол құйрық майды жақсы көретіндер бар. Сондықтан ол бізде мүмкіндігінше қосып асып отырамыз ет асқанда. Бетіне тұздығымыздан құямыз. Ең артынан осылай пиязын сүзіп алып, еттің бетіне саламыз. Видеодағыдай тұздықтың пиязын, тұздықтың өзін осылай еттің бетіне құямыз. 2 табағымыз дайын болды. Енді дастарханға апарып қоямыз. Табақтың айналасын қағаз салфеткамен тазартып сүртіп қоямыз. Міне, тамақ келді алдымызға. Ас болсын. Келген қонақтар да риза, өзіміз де риза болдық. 5 бармақты қолмен жеген дәмдірек болады әрқашанда.